Баршаңызға сәлем. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау, иммунитетті қамтамасыз ету жатады. Қан қою болса, ұсақ тамырлар мен капиллярларға ену қиын. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына әкеледі. Бұл жағдайда қанның ұюы, инфаркт пен инсульттің пайда болуы ғажап емес. Видеоны соңына дейін көріп, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Енді қанның қоюлануының себептеріне тоқталатын болсақ. Бірінші, сапасыз су. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, лас немесе хлорлы суды жиі ішсе, дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергияны жұмсауы керек. Екінші, ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілік реакциясы бар. Егер адам рационында қышқылды тағамдар көп болса, атап айтқанда сүт, жұмыртқа, тазартылған қант, қанның қоюлануымен бірге қышқылдануы орын алады. Үшінші, уланудан. Ағзаны ауыр металдармен және пестицидтермен улаудан қанның улануы пайда болады. Төртінші, қозғалыстың аздығы. Егер адам көп уақыт қозғалыссыз отырса, оның қан ағымы бұзылады, яғни қаны қоюланады. Бесінші, жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдетеді. Алтыншы, авитаминоз. Ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығы себеп болады. Енді қан қоюлануының белгілеріне тоқталсақ. Бірінші, көру және есту қабілетінің нашарлауы. Екінші, тыныс алудың қиындауы. Үшінші, аяқ-қолдың шаншуы. Төртінші, ұйқының қанбауы. Бесінші, мазасыздану, алаңдаушылық сезімнің туындауы. Алтыншы, бұлшық еттің ауыруы. Жетінші, баяу қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Сегізінші, бас ауруы. Қаны қойылған адамның басы жиі ауырады. Қан қоюлануының алдын алу және емделу жолдары. Қан мөлшерін анықтаудың негізгі жолы зертханалық талдау жүргізу. Егер қан жасушаларының эритроциттер саны жоғары болса, онда қан қоюланды деген сөз. Көп жағдайда дәрігерлер дәрілік терапияға жүгінеді. Қанды сұйылтатын дәрілер ұсынады. Дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарға мұқият болған абзал. Қанның қоюлануына алкоголь, ысталған ет, газдалған сусындар да ықпал етеді. Оның орнына майлы балық, балық және зығыр майы, көкөністер, капуста, брокколи мен жеміс-жидектерді құлпынай, жүзім және ананас үзбей жеңіз. Сонымен қатар зімбір сусынын ішу өте пайдалы болады. Күнде таңертең 10 шақты кез келген жаңғақ жеуге болады. Кеңесіміз қажетіңізге жарады деген үміттеміз. Келесі видеода көріскенше.